мемлекет дамып, өркениетті елдер қатарына қосыла алмайды. Бұл ретте ұстаз еңбегі киелі де қасиетті. Себебі сол қиындық пен төзімге, парасаттылық пен мейірімділікке негізделген ақыл-ой қызметінің бірі де бірегейлі. Дүниенің кілті білімде, ал білімнің кілті мұғалімнің қолында. Білімнің ғана ма? Жер бетіндегі жақсылықтың, адамшылықтың, ізгіліктің, мейірімділіктің дәнін жүректерге егіп, жарық әлемнің бір-бір жапырағын жайқалтатын осы ұстаз. Мектеп білім айдынындағы үлкен кеме. Сол кемеде әр адам 11 жыл балалық өмірін өткізеді. Мен де солай. Бірақ мектептегі өмірім осы 11 жылмен аяқталған жоқ. Әлі де осы мектептемін. Мен Сейдеметова Құралай Ертасқызы. Қазіргі таңда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жайылма ауылы номер 195 мектеп гимназиясында бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Мұғалім ұлттың ұстыны. Ұстаз қандай болса, ұрпақ та сондай. Осыдан ақ ой түюге болады. Неге аға буын алса елгезек, келалғыш, тындырымды, әр істе жауапты. Өйткені ұстаздан алған тәрбие осындай. Жаңадан қаланған мектебімізде маған осы мектепте жұмыс жасауға мүмкіндік берген тәжірибелі, өз маманының шебері, мектебіміздің директоры Жүсіпова Жанат Колхозқызы. Мен сол кісінің арқасында көп жетістіктерге жете білдім. 6 жасымда алғашқы қоңырауға қалай дайындалсам, күні қазірге дейін солай дайындаламын. Менің жүрегімдегі мектеп өмірімен бірге жалғасып жатыр. Мектепте тілеулестік бар, арман қиял бар, білім мен ілім, жылулық пен бақыт бар. Ол орта басқалардан өзгерек. Ұлы өркениетке бет алған бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның болашағы алауын жаққан мектеп пен ұстаздарға байланысты. Кеше ғана көк туын желбіретіп, шаңырақ көтерген егемен елімізді өркениетке жетелейтін білім бастауында. Ал сол мектепте жас ұрпақ бойына білім негізінің мәңгілік іргетасын қалаушы ұстаз тұрады.